Сәлем оқушым, қал жағдайың қалай? Жалпы бүгінгі тақырыпты осы суреттен бастағым келіп тұр. Тақырып немен байланысты екенін ойлануға саған 3 секунд уақыт беремін. Кейін өзім айтып бастаймын. Иә, өзің де көріп тұрғандай, бұл суретте бізде не бейнеленген? Осы жылы, яғни 2026 жылы Астанада ашылған Қазақстандағы алғашқы ЛРТ. Және оның жылдамдығы сағатына 60 километр екен. Жалпы ЛРТ-ның қозғалысы сағатына 60 километр болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз бір қалыпты, тұзсызықты және бір қалыпсыз қозғалыстар туралы болады. Осы ең бірінші сөзге мән беріп кетейік. Түзу сызықты. Бұл сөздің мағынасы қандай? Жай ғана бір ұзынның бойымен жүріп бара жатқан қозғалыс дегенді білдіреді. Бізде басқаша қозғалыстың түрлері бар. Мысалы, қай? Круг бойынша айналу, круговое движение немесе айнымалы қозғалыс деп атайды, немесе тағы да түрлі қозғалыстың түрлері бар. Біз ең басында осы түзу сызықты бір қалыпты және бір қалыпсыз қозғалыстарды өтеміз. Енді бір қалыпты, бір қалыпсызға өтейік. Дене кез келген тең уақыт аралығында бірдей жол жүрсе, ондай қозғалысты бір қалыпты қозғалыс деп атайды. Яғни бастауышта біздің барлығымыз өткен, көрген формуламыз бар. Ол қандай формула десеңдер? S тең P-T. Сендердің білетіндеріңе кәміл сенемін, өйткені бүкіл жерде қолданылатын, барлығымыз еститін формула. Яғни біздің жолымыз немесе орын ауыстыруымыз ол жылдамдығымызбен уақыттың көбейтіндісіне тең. Енді ХБЖ-ны айтып кетейік сразу. Орын ауыстыру бізде метрмен белгіленеді ХБЖ бойынша. Жылдамдық метр бөлінген секунд, ал уақыт болса секундмен белгіленеді. Сонда метр бөлінген секундты секундқа көбейтсек, мына екеуі қысқарып, соңында метр қалуы, орын ауыстырудың өлшем бірлігі метр болуы, ол әбден дұрыс екен. Бір қалыпты қозғалыстың не екенін түсінсек, бір қалыпсызға өтейік. Егер дене кез келген тең уақыт аралығында әртүрлі жол жүрсе, яғни әр секунд сайын оның жылдамдығы өзгеріп, ол бірінші секундта мысалы барады 5 метр жол жүрсе, екінші секундта 10 метр жүріп, үшінші секундта 15 метр, үшінші секундта 20 метр жүріп, осылай үдеу ала берсе, яғни жылдамдығы арта берсе, мысалы ол ең үлкен примері машинаның қозғалысы мүмкін. Ең басында дене тыныштықта тұрады, содан кейін жайлап өзінің жылдамдығын көбейтіп, соңында өте үлкен жылдамдыққа дейін барып жүреді. Өздерің білетін боларсыңдар. Тыныштықтан қалай машина қозғалып бастайтынын, жолға шығатынын. Осы бізде бір қалыпсыз қозғалыс деп аталады. Бір қалыпсыз қозғалыста бізде не бар? Жылдамдық та бар, үдеу де бар. Үдеу дегеніміз бізде А-мен белгіленеді. Үдеу немесе тежеу. Тежеу. Яғни үдеу дегеніміз дененің жылдамдығын көбейтуі, тежеу дегеніміз наоборот, үлкен жылдамдыққа келе жатып, азайту жолы. Машина айдайтын балалар, немесе әртүрлі машиналардың қозғалысына қызығатын балалар, қыздар осыны түсіну керек деп ойлаймын. Ал бір қалыпты қозғалыста үдеу болмайды. Немесе үдеу нөлге тең. Өйткені жылдамдық бір қалыпты болады. Ол константа дегеннен белгілі. Конст болса, ол жылдамдық тұрақты дегенді білдіреді. Константа ол тұрақты. Жылдамдық тұрақты болса, әр уақыт сайын жылдамдық бірдей болады, және ол бір қалыпты қозғалыс болады. Ал егер жылдамдық бір қалыпты болмай, үдеу болса, ол жылдамдық бір қалыпсыз қозғалыс деп аталады. Ол жылдамдығы өсіре ма, азайта ма, мүлдем былайша айтқанда разница жоқ. Әйтеуір бір қалыпсыз болады. Енді формуласын жазып кетейін. Мынау соңғы жылдамдық. Сендерге ыңғайлы болу үшін соңғы деп жазып қоямын, иә? Ол мынау бастапқы жылдамдыққа
үдеу мен уақыттың көбейтіндісін қосамыз немесе азайтамыз. Егер бізде үдеу болса қосамыз, тежеу болса азайтамыз. Одан бөлек бізде орын ауыстырудың формуласы бар. Бастапқы жылдамдыққа көбейтеміз уақытты, қосамыз үдеу, уақыттың квадраты бөлеміз 2-ге. Бұның бәрімен әзірге есеп шығармаймыз, бірақ дәптерлерге жазып алсаңдар өздерің үшін жақсы болады. Енді есептерге практикалық бөлімге кет. Тақтайшалардың бетіне тамшылатқыштардың көмегімен мынау қате болып кетіпті, тастай салайық. Жүйрік поезд, мына жерден бастай оқимыз. Жүйрік поезд аялдамасыз 3 сағат жүріп, әр сағат сайын 20 км жол өтті. Поезд қозғалысын бір қалыпты деп айтуға болады ма? Қалай ойлайсыңдар? Әр сағат сайын жылдамдығын өзгертпей, бір сағатта 120 км жол жүріп отыр. Сонда оның жылдамдығы 120 км сағатына. Ол 3 сағат жүрді, оның қозғалысы бір қалыпты. Бір қалыпты деп атай аламыз. Ал егер 3 сағатта қанша жол жүрді десек, 120-ны 3-ке көбейтіп, 3 сағатта 360 км жол жүргенін таба аламыз. Оның бір қалыпты екенін біз осы фразадан білеміз. Әр сағат сайын 120 км. Ешқандай өзгеріссіз. Келесі, тақтайшалардың бетіне тамшылатқыштардың көмегімен екі дененің қозғалыс траекториясы кескінделген. Қай дене бір қалыпты, қайсысы бір қалыпсыз? Мына суретті қараңдар, арасын қараңдар, иә? Мына жақта көріп тұрғандарыңдай ара қашықтықтары бірдей. Ара қашықтық бірдей болса, дене бір қалыпты болады. Өйткені ол бір қалыпты жүріп, бірдей тамшылатып кеткен. Ал мына жақта ара қашықтық үлкейіп жатыр. Сол үшін бұл дене үдеу алып, жылдамдығы көбейіп жатқан түсінікті, және ол бір қалыпсыз қозғалыс болады. Келесі, дене әр секунд сайын 1 мм-ге орын ауыстырады. Әр секунд сайын 1 мм. Демек оның жылдамдығы 1 секундта 1 мм. Бұндай қозғалысты бір қалыпты есептеуге бола ма? Әрине болады. Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуін берілген. Қазір сендерге түсіндіріп кетемін. Бұл бізде қозғалыс теңдеуі. Қазір сендерге айтамын. X тең 5 қосылған 3-ті метр бойынша, яғни бізде X метр өлшем бірлігімен беріледі деген сөз ғой. Дененің қозғалысы бір қалыпты ма, әлде бір қалыпсыз ба? Осы берілген теңдеудің формула түрі бізде мынау. Көріп тұрғандарыңдай бұл формулада ешқандай үдеу берілмеген. Үдеу жоқ немесе үдеу 0-ге тең, сол үшін бұл қозғалыс бір қалыпты. Бұл бізде ешқашан өзгермейді. Формула. X дегеніміз ол соңғы орны, қозғалыстан кейінгі ең соңғы орны. Жазып алыңдар міндетті түрде. Ал x0 деген ол бастапқы орны. Қай координатада тұрды, қай жерде тұрды? 5 метр арақашықта тұрды ма, 10 метр арақашықта тұрды ма? Кейін белгілі бір уақыт бойынша белгілі бір жылдамдықпен жүріп өтті де, соңғы келген нүктесі қанша метрге тең болады? Сол. Дененің бастапқы координатасы мен жылдамдығы неге тең? Міне, бастапқы координатасы 5 метр екен. Бұл координаталар жүйесі бойынша біз алдында айтқан. Егер естеріңде болса, міне дене 5 метр жерде тұрды, бастапқы координатасы. Кейін ол осылай жүрді де, мынау соңғы координатасы. 5 метр. 5 метр оның бастапқы координатасы. Ал жылдамдығы міне беріліп тұр, тін алып тастаймыз. Сонда жылдамдығы 3 метр секундына екен. Негізі екеуін бүйтіп наоборот жазу керек. X алдына, 5 метр артына, дәл осылай. Қозғалыс басталғаннан кейін 4 секундтан соң дене қандай координатада болады? Осы формулаға салып,
5 қосу 3 дейміз да, мына жерде т тұр ғой бізде уақыт. Уақыттың орнына 4 секундты қоямыз. 3-ті 4-ке көбейтсең 12, 12-ге 5 қоссаң 17 метр. Сонда бұл дене сағат секундына 3 метр қозғала отырып, 4 секундтан кейін 17 метр ара қашықтығы болады екен. Негізі ол 12 метр жүріп өтті, дұрыс. Біз өйткені оны v-мен таптық. Мына жерде берілген 3 метр секундты 4 секундқа көбейттік, 12 метр жүрді. Бірақ оның бастапқы координатасы бар. Өзі жерге қатысты бастапқыда 5 метр қашықтықта тұрды, кейін тағы жүрді де 17 метр қашықтыққа келді. Ал егер бізге мынау басында 5 0 болып жай ғана x тең 3 деп берілсе, онда біздің соңғы орнымыз 12 болады еді. X бізде 7 қосу 3 деп берілсе, соңғы нүктеміз 7 қосу 3 көбейтілген 4 секундта уақыт қой бұл. Ол бізде 19 метр ара қашықтықта болған болар еді. Жаяу адам 1,5 метр секундына жылдамдықпен қозғалып келеді. Ал оның жадынан өткен конькиші әр минут сайын 120 метр жол жүреді. Қайсысының жылдамдығы үлкен және қанша есе үлкен? Қараңдар, бізде енді жылдамдықтың ХБЖ-сы метр бөлінген секунд деп айттық. 1,5 метр бөлінген секунд. Бірінші жылдамдық дей салайық. Екінші жылдамдық бізде минут сайын. Мына жерде секунд емес, уже минут сайын деп тұр. Осыны біз ХБЖ-ға, яғни метр секундқа келтіру керекпіз. Қалай істейміз? Мынаны дұрыстап ашайық. 120 метр бөлінген минут. Дұрыс қой, иә? Ал 1 минутта 60 секунд бар. Дұрыс, иә? Сонда 120 метрға тиіспейміз, өйткені бізде айтақ метр болу керек. 60 секундты минуттың ойына 60 секунд. Сонда мына жерде үстінде 120 болады. 120 метр ғой негізі. 60 пен 120 қысқарады. Соңында бізде 2 метр секундына шығады екен. Осылай біз минутына 120 метрді секундына 2 метр екенін тауып алдық. Енді қараңдар. Қайсының жылдамдығы үлкен және қанша есе үлкен дейді. Біріншісінің жылдамдығы секундына 1,5 метр болса, екіншісі секундына 2 метр екен. Сонда 2 үлкен 1,5-нан. V2 үлкен V1-ден. Қанша есе үлкенін табу үшін 2-ні 1,5-ға жай ғана бөле саламыз. Бөліп көрейін. Негізі физикада калькулятор қолдана берсек болады, сол үшін мен қазір калькулятормен есептеймін. 1,33 есе үлкен екен. Сонда біздің жауабымыз V2 үлкен 1,33 есе. Есеп түсінікті деген ойдан. Тамшылатқыш орнатылған ойыншық машина түзу тақтайшаның бойымен қозғалып барады. Жаңағы тақтайша біз көрген. Машинадан әр секунд сайын тақтайшаға тамшы тамып отырады. Егер бірінші және екінші тамшының арасы 4 сантиметр, тақтайшаның суретін салайық, бірінші тамшы 2 секунд өткен соң екінші тамшы арасы 4 сантиметр. Екінші мен үшіншінің арасы 6 сантиметр. Что-то үлкейді, да? Ал үшінші мен төртіншінің арасы мүлдем 8 сантиметр. Машина қалай қозғалған? Мына жақтан көріп тұрмыз, ара қашықтықтары әр түрлі. Демек, бұл бір қалыпсыз қозғалған. Бір қалыпсыз қозғалған. Машинаның қозғалыс жылдамдығы туралы не айтуға болады? Қозғалыс жылдамдығы артып жатыр ма? Кеміп жатыр ма? Қалай ойлайсың? Болады. Мен бұлай есептеймін.
Бірінші жолда ол біріншісінде 2 секунд сайын қозғалып тұр ғой. 2 секунд сайын 4 метр жүр. 4 метр жүр. Значит, ол 1 секундта 2 метр жүр. Иә? Дұрыс. Ой, сантиметр жүр. Біріншісінде. 1 мен 2 арасы. Ал 2 мен 3-тің арасында ол уже 6 сантиметр жүріп тастады. Значит, 3 сантиметр секундына жүріп тұр, иә? Ал үшіншісінде мүлдем 8 бөлінген 2 деп алатын болсақ, ол секундына 4 сантиметр жүріп тұр. Демек, оның жылдамдығы артып жатыр. Жылдамдығы артып жатыр. Велосипедші түзу жолмен қозғалып келеді. Ол жолдың алғашқы жарты сағатында 10 километр, келесі 30 минутта тағы 10 километр, ал соңғы жартыда тағы да 10 километр. Осы мәліметтерге сүйеніп, велосипедшінің қозғалысын міндетті түрде бір қалыпты деп айта аламыз. Қалай ойлайсыңдар? Иә, өйткені алғашқы жарты сағат деген ол өзі 30 минут қой. 30 минут бізде жарты сағатқа тең. Өйткені 1 сағат ол 60 минут. Келесі 30 минутта тағы 10 километр жүрген. Соңғы жарты сағат деген тағы 10 километр. Сонда әр жарты сағат сайын 10 километр жүріп отырса, мүлдем қозғалыссыз, ол мүлдем өзгерусіз, точнее, ол бір қалыпты дегенді білдіреді. Осымен біздің есептер аяқталды. Сендерге тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Түсініксіз болса маған жазып сұрасаңдар болады, немесе аптаның соңында практикалық сабақта міндетті түрде бұдан да көп есептер талқылаймыз. Ал егер түсінікті болса, үй жұмысынан 5-тен 5 күтемін. Сәттілік, сау болыңдар.